Хижр сүресі. Рахман, әрі аса рахымды, Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, ра. Бұл сөздер кітаптың ақиқатты баяндайтын айқында қасиетті Құранның аяттары. Күпірлік қылғандар күндердің күнінде шіркін мұсылман болғанымызда ғой деп күйінеді. Оларды өз жайына қалдыр. Ішсін, жесін, қу тіршіліктің қызығына батып жүре берсін. Һәм сағым үміт оларды алдарқата тұрсын. Алдағы уақытта олар әлақ білетін болады. Біз ешбір елді мекенді мерзімсіз жойған емеспіз. Ешбір қауым ажалынан бұрын құрымайды, һәм ажалы келгенде оны кейінге шегере алмайды. Кәпірлер Мұхаммедті: «Әй, өзіне ескертумен насихатқа толы кітап түскен жан, сен расында да жындысың. Егер айтқандарың рас болса, бізге періштелерді әкеліп көрсетпеймісің?» деп мазақтаған еді. Анығында, біз періштелерді еріккеннен немесе біреудің ермегі үшін емес, белгілі хикмет пен ақиқат негізінде түсіреміз. Ал түсірген кезімізде азапқа лайық болған қауымға бір сәтке де мұрсат берілмейді. Шүбәсіз осынау зікірді, Құранды біз түсірдік және оның сақтаушысы да өзіміз. Расында сенен бұрын әр алуан сенім мен пікірлерді ұстанып, топ-топқа бөлініп, өмір сүрген алғашқы қауымдарға да пайғамбарлар жібердік. Олар өздеріне пайғамбар келсе болды, оны міндетті түрде келемеждеп, мазаққа айналдыратын еді. Біз сол күпірлікті алғашқы қауымдардың ішіндегі пайғамбарларды мазақ қылған күнәһарлардың жүрегіне қалай салған болсақ, сенің үмбетіңнің ішіндегі күнәһарлардың жүрегіне де дәл солай саламыз. Олар Құранға сенбейді, өйткені соларға ұқсаған алғашқы буын кәпірлердің қылығы белгілі. Әйтсе де алғашқы кәпірлердің басына келгендер оларға аян. Тіпті Құранның хақ екенін дәлелдеу үшін мұғжиза көрсетіп, ол кәпірлерге аспанның бір қақпасын айқара ашсақ, және олар жоғары көтерілсе де, олар міндетті түрде бұл бір көз байлаушылықтан басқа түк емес. Біздің көзіміз байланды, расын айтқанда біз басы дуаланған қауымбыз дейді. Біз көкте шоқ жұлдыздарды жараттық, және тамсанып қарайтындар үшін көкті безендіріп қойдық. Һәм оны Алланың рахымы мен құзырынан қуылған барлық шайтандардан қордық. Ал жындар мен шайтандардың арасынан әлдекім ұрланып тыңдайтын болса, жарқыраған ақба жұлдыз оның соңына түседі де, бір адым жерге жіберместен көзін жояды. Біз жер жүзін кеңінен жайдық. Оған мызғымас тауларды қазықтай қақтық, және одан хикметпен өлшенген әр алуан өсімдіктер өседі. Сондай-ақ онда сендерге һәм ризығы сендердің қолдарыңда болмаған, яғни ризығын тауып беруге қауқарларың жетпейтін, басқа да жаратылыстарға арнап көптеген тіршілік көздерін жараттық. Не нәрсенің болмасын қазыналары біздің құзырымызда. Біз оны белгілі мөлшерде ғана түсіреміз. Желдерді ұрықтандырушы ретінде жібердік. Сөйтіп көктен жауын жаудырып, сол арқылы сендерді сумен қамтамасыз еттік. Сол суды жерге, яғни жер асты су арналарына, бұлақтарға, өзен көлдерге айналдырдық. Оны баға жетпес қазына ретінде сақтап отырғанда сендер емессіңдер. Шүбәсіз өмір сыйлайтында, оны қайтып алатында мына біз, һәм соңында күллі жаратылыс атаулы өлгеннен кейін бәріне мұрагер болып мәңгі бақи қалатын да мына біз. Шынында біз сендерден бұрын өткендерді де, кейін келетіндерді де өте жақсы білеміз. Олардың бәрін махшарға жинайтын да сенің Раббың, ол Хаким, әрісімен үкімі көптеген хикметтерге толы болған асқан даналық иесі. Алим, шексіз ілім иесі. Біз адамды құрғақ,
күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан жараттық. Ал жындарды оған дейін терідегі ұсақ саңылаулардан тәнге еніп кете алатын түтінсіз оттан жараттық. Есіңде болса, Раббың періштелерге мен құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан адам жаратамын. Оған толыққанды, ең көркем кескін келбет беріп, ішіне өз рухымнан үрлеп, жан бітіргенімде бірден оған сый құрмет көрсетіп, сәжде етіңдер деген еді. Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті. Тек Ібліс қана сәжде етпеді. Ол сәжде еткендермен бірге болуды қаламады. Сонда Алла одан: «Әй Ібліс, саған не болды? Неліктен сәжде етушілерге қосылмадың?» деп сұрады. Ібліс: «Мен құрғақ, күйдірілмеген әрі кескінделген қара балшықтан жаратқан адамыңа сәжде ете алмас едім» деді. Алла оған: «Ендеше шық ол жерден, сен бұдан бұлай құзырымнан һәм рахымымнан қуылған малғұнсың. Шүбәсіз сен енді қиямет күніне дейін лағнет қамытын киесің» деді. Ібліс: «Уа Раббым, ендеше адамдар өліп қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер» деді. Алла оған: «Жақсы, саған мұрсат берілді. Алайда маған ғана мәлім болған күнге, яғни қиямет күніне дейін» деп айтты. Ібліс: «Уа Раббым, мені азғырып, адастырғаның, сынап сүріндіргенің үшін ант етемін. Олар үшін жер бетіндегі қу дүние мен күні атаулыны көздің жауын алатында етіп безендіріп қоямын. Сөйтіп олардың барлығын азғырып, тура жолдан тайдырамын. Алайда ықыласты құлдарыңның жөні басқа. Мен оларды тура жолдан тайдыра алмаймын» деді. Сонда Алла: «Міне, ықыласқа, шынайылыққа һәм толық мойынсұнушылыққа негізделген осынау жол өзім кепіл болған нағыз тура жол. Менің ықыласты һәм маған толық мойынсұнған құлдарыма сенің ешқандай ықпалың, пәрменің жүрмейді. Сенің ықпалың тек өзіңе ерген, адасқан азғындарға ғана жүретін болады» деп айтты. Шүбәсіз, олардың, яғни Ібліс пен оған ергендердің бәрінің ақырында барып, бас қосатын межелі жері жаһаннам. Оның 7 қақпасы бар. Әр қақпаға олардың ішінен арнайы топтар бөлінген, яғни олардың ішінен қай топтың қай қақпадан кіретіні белгілі. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым етіп, оған аслық қылудан сақтанған тақуа жандар жұмақ бақшаларында бастаулардың басында болады. Оларға ол жерге есендікпен һәм үрей мен уайым атаулыдан арылған күйде кіріңдер делінеді. Олардың көкірегіндегі өшпенділік, ыза-кек, қызғаныш сынды жағымсыз сезімдерді суырып алып тастаймыз. Сөйтіп олар бір-біріне дос бауыр болып, жұмсақ төсектердің үстінде біріне-бірі жылы шыраймен қарасып, әңгіме дүкен құрып отырады. Олар онда ешқандай қиыншылық, машақат көрмейді, һәм ол жерден әсте шығарылмайды. Уа Мұхаммед, құлдарымды, менің шынымен өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарыма ерекше мейірімді екенімнен хабардар ет. Сонымен қатар азабым да жан төзгісіз. Сондай-ақ оларға Ибрахимнің қонақтары жайлы айтып бер. Олар Ибрахимнің үйіне кіріп келгенде, есендік, тыныштық тілейміз деп сәлем берді. Ибрахим болса: «Расында біз сендерден бір түрлі секем алып қорқып тұрмыз» деді. Сонда бейтаныс қонақтар: «Қорықпа, шынында біз сені осындай ілімдар ұл баламен сүйіншілейміз» деді. Ибрахим оларға таңданып: «Сонда сендер мені әбден қартайған шағымда ұлды боласың деп қуантпақсыңдар ма? Сендер осынау қуанышты хабарды неге сүйеніп айтып тұрсыңдар?» деді. Сонда олар:
Біз сені ақиқатпен сүйіншіледік. Ендеше, үмітсіздердің қатарына қосылма деді. Ибрахим де, тура жолдан адасқандардан өзге кім Раббысының рахымынан үміт үзет дейсің деді. Содан кейін ол келген қонақтардан, уа елшілер, бұдан басқа қандай шаруамен келдіңдер деп сұрады. Олар, біз негізінен күнәға белшесінен батқан, күнәһар қауымға, оларды жермен жексен ету үшін жіберілдік. Луттың отбасынан басқаларын жаппай құртамыз. Ал Луттың отбасын түгелдей аман алып қаламыз, тек әйелін азаптан құтқармаймыз. Біз оның пешенесіне жұртта қалып, зауал табатындардың арасында болуды жаздық деп жауап берді. Содан елшілер Луттың үйіне келді. Сонда Лут та олардан секем алып, расында сендер бізге бейтаныс жандарсыңдар деді. Елшілер оған, біз Раббыңның елшілеріміз, саған жай келген жоқпыз. Күнәһар қауымыңның үнемі шәк келтіріп келген нәрсесін азапта әкелдік. Біз саған ақиқатпен қауымыңа қатысты сөзсіз орындалатын кесімді үкіммен келдік. Біз рас айтып тұрмыз. Ал өзің түннің бір уақытында отбасыңмен жолға шық. Өзің олардың соңынан жүріп отыр. Араларыңнан ешкім артына бұрылып қарайламасын. Өздеріңе бұйырылған жерге қарай жүре беріңдер деп айтты. Содан оған таң сәрге жуық олар, күнәһарлар, түп тұқиянмен құритын болады деген кесімді пәрменді уақи еттік. Жүзінен нұр тамған жас жігіттер кейпінде келген елшілер жайлы естіген қала халқы бір-бірінен сүйінші сұрап, Луттың үйіне ентелеп жетіп келді. Сонда Лут оларға, бұл менің қонақтарым, садағаларың кетейін. Мені олардың алдында ұятқа қалдырмаңдар, Алладан қорқыңдар, мені ұятқа қалдырмаңдар деп жалынды. Қауым оған, біз сені ел жұрттың ісіне араласудан тыймап едік. Кім көрінгенге араша түсіп, жолымызға кесе көлденең тұруыңа тыйым салмап едік деп бірден қарсы келді. Лут оларға, егер керек десеңдер, табиғи қажеттіліктеріңді өтегілерің келсе, міне, қыздарым, соларға үйленіңдер деді. Уа Мұхаммед, сенің өміріңмен ант етейін. Шүбәсіз олар нәпсі құмарлыққа бой алдырған күйде, мас болып, мәңгіріп жүр. Ақырында күн шығып келе жатқанда, жер жарған ащы айқай, ғаламат жарылыс оларды тырп еткізбей басып қалды. Сөйтіп сол қарғыс атқан елді мекеннің астын үстіне келтірдік. Һәм ондағы азғын қауымның төбесінен тозақ отына күйдірілген балшықтан тас жаудырдық. Міне осы уақилардың мәнін жете түсінетін көкірек көз ашық парасатты жандар үшін қаншама анық белгі, ғибрат бар. Жермен жексен болған сол елді мекен, яғни солардың қираған жұрты әлі күнге дейін Шам еліне апаратын жол үстінде тұр. Шүбәсіз осында мүміндер үшін бір белгі, бір ғибрат бар. Әйгі халқы да шынымен көпірлік пен күнәға белшесінен батқан залымдар еді. Оларға да лайықты жазасын бердік. Сол Құдайдың қаһарына ұшыраған екі елді мекеннің де қираған жұрты тура жол үстінде. Хижр халқы да елшілік міндетпен келген пайғамбарларды өтірікші санап мойындамады. Біз оларға анық дәлелдеріміз бен мұғжизаларымызды ұсындық. Алайда олар сол мұғжизалардан үнемі сырт айналды. Олар тау тасты үңгіп үй жасап алып, ішінде өздерін қауіпсіздікте сезінетін еді. Бірде таңертең жер жарған ащы айқай оларды да тырп еткізбей басып қалды. Олардың өмір бойғы тапқаны мен жасағаны өздеріне түк те пайда бермеді. Біз күллі аспан әлемі мен жерді және екеуінің арасындағы жаратылыс атаулыны жайдан жай емес, хақты мақсат тұтып, ақиқатқа сүйенген мінсіз жүйе негізінде жараттық. Қиямет күні
міндетті түрде орнайды. Ендеше сен, ел жұрттың қатесін, қиянатын әрдайым кешіріп, жақсылық жасау жолын ұстан. Шүбәсіз сенің Раббың ұлы, һәм теңдессіз жаратушы, бәрін толық білуші, шексіз ілім иесі. Ант етейік, біз саған сәбғу мәсәни мен осынау ұлы Құранды бердік. Сәбғу мәсәни 7 аяттан тұратын қасиетті Фатиха сүресі. Кәпірлердің бір бөлігіне берген дүниелік өткінші нығметтерімізге қызығып көз сүзбе. Сондай-ақ, иман етпет, ақиқатты түсінбет деп олар үшін мұңайма. Мүміндерге жанашыр, кішіпейіл, әрі қолғанат бол. Уа Мұхаммед, қауымыңа, шүбәсіз мен сендерді Құдайдың қаһарына ұшырап, азапқа душар болудан сақтандыру үшін келген анық ескертушімін деп айт. Маған құлақ аспайтын болсаңдар, бастарыңа тура Құранның өзіне ұнаған жерін алып, қалған үкімдеріне мұрын шүйретіндердің басына келген азабымыз сияқты азап орнайды. Олар Құранның бір бөлігіне сеніп, енді бір бөлігіне сенбей Құранды жіктеп тастаған еді. Раббыңа серт, біз олардың барлығын сөзсіз жауапқа тартамыз. Істеген осындай орынсыз істер мен қылықтар үшін жауапқа тартамыз. Енді өзіңе бұйырылғанда бар күш жігеріңді аямай ашық түрде айтып жеткіз. Мүшріктерден теріс айнал, олардың қарсылығына қарама, сөздеріне мүлдем мән берме. Мазақ қылушыларға қарсы біздің саған қолдау көрсеткеніміз әбден жеткілікті. Олар Алла тұрғанда өздерінше басқаларды да Құдай тұтады. Алайда олар жақында Аллаға өзгелерді серік етіп қосудың неге келіп соғатынын білетін болады. Олардың осындай күпір сөздерінен көкірегіңнің қарс айырылатынын, қатты қамығатыныңды біз жақсы білеміз. Ендеше Раббыңның кемшілік, мұқтаждық атаулыдан ада, әрі мінсіз екенін айтып жар сал, әрі оған мақтау айт. Әрдайым сәжде етушілердің қатарынан табыл. Сондай-ақ, дәм тұзың таусылып, ажалың жеткенше Раббыңа құлшылық ет.